Assalamu alaikum dostlar, қалайсыздар? Яндекс күнделіктерімізді бастаймыз. Көптен бері видео салынбады. Бүгін Яндекс бізге не береді екен, соны көреміз. Грузовой мен доставка қосылып тұр. Доставканың да бағасы андай қатты бір көп емес. Грузовойда кішкене көбірек болып тұр заказдар. Көреміз бүгін қанша грузовой, қанша доставка берсеміз, соны есептеп бағасын шығарамыз. Вот. Екі күшік мына жерде постоянно күтіп алады үшін. Давай. Так, достар, заказ түскенше бір комментарияларға жауап беріп тастайын. Жаңағы әлгі неде деп үлкен кісілер Дамасқа обзор түсірші деп бір брат жазған екен. Обзор, үлкен обзор болады, бірақ қазір бір кішігірім жауап беріп кетейін. Машинаның жүрген километражы 20 000 километр. 20 000 километрде не ауыстырдым? Бірінші очередте бензин насос ауыстырдым. Өйткені өзінің родной бензин насосы бір айға жетпей, бір ай болған жоқ, даже 15-20 күнде істен шығып кетті. Сосын тағы тура өзінің оригиналын алып салдым, ол да болған жоқ. Содан кейін қазіргі тұрған бензонасос, ол универсальный дейді, бензонасос низкого давления дейді, соны салдым. Ол қазіргі күнге дейін уже сол бір айдан бастап алдында тоғын үзіп алғаннан кейін дұрыс болмағаннан жаңасын салдым. Оригинал тұр. Ол да шеше ұзаққа барған жоқ. Сон қайтадан өзін салып қойдым. Жарты жыл болды. Смело жүрген. Яндекске тіркелу жайында достар, оны мен білмеймін. Таксопаркке звондап, қай таксопаркті қалайсыздар, сол таксопаркке қосылуға сообщение жазасыздар. Сон қосып береді. Так, тапсырыс кеп түсті достар. Саялы Ықшам ауданында жүрміз. Қазір барып алып кетейік. Сосын барып ақша аламыз достар. Қалай, нормально ма настроенияларың? Видеоны көп қарайтын үшін не істеу керек? Елдер ұқсап жынданып кетейін ба? Ой, рахмет, брат. Бірақ осы да жақсы айтыр, шүкір. Өзімнің 1300 подписчик бар, солар қарайды. 1300 подписчик. 1300-ін бәрін жасқа көрем. Бір айда жиналдыңдар, осыңдар білесіңдер ма, тигрлар? Ешкім бейді, бір айда жинай алмайды да, сендер барсыңдар да, короче. Еще живойсыңдар ғой, бәрін комментарий жазып деп. Отбасыларыңызға береке берсін. Кеттік на заказымызды орындайық. Так, достар, тапсырысты грузды басып берді. Машинаның бөлшектері көрінбей тұр ма сендерге? В общем, запчастар ғой. Чашка, лонжеронның бір жағы, астындағы подрамник, оң қол, водитель, сосын сол қолы деп. Рахмет аға. Аға Нұрлан Өнербаев бақсы айтқан. Прикинь, охранный посттан Нұрлан Өнербаев отырды. Короче, 26 минут уақыт бар екен. Кеттік. Так, достар, түсіретін жерге келдік. Осы жерде ма, алдыда ма?
Так. Так, түсірдік. 5400 теңге болды. Хаммер. Үсті басым бәрі хаммер болыпты ғой. Картитиге алып келдік. Бізге смартындағы машина. Let's go. Мен Руслан деген братаныма жалынды сәлем. Атырауда урамен боранда тұр екен. Қазавтожол жолды тазалауды қойған дейді ғой. Көктемде бірақ шығамыз депті. Суат воскресенье демалады екенсіз. Не әңгіме, сендерге ақша аударылады. Жасау керек қой. Соншама адамдар сол жерде тұрды. Сендердің халаттастардың кесірінен. Тағы бір тапсырыс. Доставканікі. Let's go. Так, достар, Жібек жол базарына келдік. Жоқ, рахмет. Амин. 4-95 контейнер дейді. Кеттік. Так, тапсырысты алып алдым. 2 тал. МТ-шок амортизатор. Так, мына ақша төлейтін жері ғой жерде. Так, достар. Тапсырысты бердім. Город мастеров жақта. $2000 oldu. Жаңа бірінші заказымыз 5700 oldu. Сонымен, let's go. Достар, мына жерде видеоның дауысы жазылмай қалыпты. Бұл да тағы да бір тапсырыс. Грузовоймен болатын бір ұзын екі бір таяқ апару керек, короче. Звук жазылмай қалғаннан кейін ендеше осы сәтті пайдаланып мен сіздерге айтайын. Видеоның астында описанияда бір ссылка қалдырып кетем YouTube каналға. Сол жерге кіріп, соңғы Лилия деген әнді тыңдап, лайк басып, менің атымнан сәлем айтып кетіңіздерші. Өтініш. Тигр жандар, миллион фандар. Достар, қолдары бостар, пират. О! Тапсырысты апардық. 240 теңге. Кеттік ары қарай. Достар, тағы бір тапсырыс келіп түсті. Оны разворот жаса деп тұрмын. Яндекстің осындай жамандай. Адели! Так, грузчикпен дейді. Көрейік. Карта басқа жақты көрсетіп тұр. Так, тапсырысты алдық.
грузовоймен осындай заттарды тасығанша кеттік. Құдай болса. Машинаны ешкім көрмейтін жерге тық кеткесін ғой. Қоясың. Так, тапсырысты бердік. 4400 болды, достар. Кеттік ары қарай. Бүгін күн күшті болып тұр, жып-жылы. Ешқандай бір напряг жоқ. Олжикте. Олжик дегеніз. Олжик бар ма біздің арамызда? Олжик бар болса жалынды сәлем Олжикқа. Тағы бір тапсырыс. Үй жаққа қайтып келетір едім ғой. Сөйтсем, тағы бір тапсырыс кетті. Грузовой. Жаңа доставканы өшіп соғым. Доставкамен бір-ақ рет апардым. Бір ақталы заказ болды. Мынау қай жаққа барады екенбіз. Так, Таусоғар дейді. Карсити жағы. Ой, Карсити көріп. Жібек жолы базар жақ қойды. Капот дейді. Біз барамыз, көреміз. Аламыз, кетеміз. Ақшасында тартып аламыз да. Қайсында достар жалпы. Дұрыс па. Мен бір Диас деген подписчигім бар еді. Комментарийді өлтіріп жазады. Диас, қайдасың? Кеттік. Достарына капоттыға шешіп береді. Соны аламыз да. Қаскелен жаққа барып түсеміз. Так. Все, достар, капот шешіп алдық. Машинаны салып алдық. Кеттік. Қаскелен жаққа барады екенбіз ғой. 34 минут уақыт алады екен. Let's go! Так, капот түсіретін жерге келдік. Мына Астананың трасса жағына қарай бұрылдым да. Астана деген заправкаға келіп тоқтадым. Мына түсіргенше күтіп тұрған едім. Тағы бір заказ келіп түсті. Қаскелең ішіне кіру керек екен. Қаскелең ішінен Асыларман үй жаққа дейін дейді. Қазір барамыз. Так, братва, тигіржандар, тапсырысты апарып бердім. Жаңа Қаскелеңнен Асыларманға алып келген ғой. Жалғыз басты ана екен. Заттарына көмектесіп ыңқылдап шықтым. Так, осымен бітті ау деймін. Бүгіндікке біздің табысымыз 20 000 теңге болды. Точно, 20 000 теңге. 2 000 теңге бензинге. И болды. Мен өйткен тамақ ішкен жоқ. Бас деген ауыр батыр, короче. Так, Дамасты арендаға беру туралы өткенде алдыңғы видеоларды айтқан едім ғой, соған көп братва жазған екен. Ойымда жүр, просто берем деген жоқ, ойымда жүр. Контент болмай қалады деген кісілерге болады контент. Өйткені жақсы контенттер ойластырып қойдым. Тоже ақша табу жайында. Эвакуатордан көрсек па деп қоям бір ойым. Тағы не? Каналға... Ой, не болды мынау? Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Каналға жазыламыз, лайк басамыз достар, комментарий жазамыз. Жақсы болсын, жаман болсын, комментарий жаза беріңдер. Менің тигіржандарым сіздердің барлықтарыңызға жауап беремін. Лайк басам, үлкен лайк. Сол келесі видеода жолыққанша
Jackson bu. Bizde қазір тек қана грузовой тариф қана басып тұр. Әбетке дейін доставка көрейік. Доставканы басып, одан кейін әбеттен кейін елдер ұйқысынан тұрғаннан кейін қайт грузовой басамыз. Ал кеттік. Красный дейді. Айтып ауыз жиғанша, бірінші заказымыз келді. Қайтадан артқа қарай жүреткенбіз. Шенгелді дейді. Шенгелді 8 сол жерден алып кету керек. Сонымен бүгінгі күніміз жаман емес. Бірінші заказ тез түсіп жатыр, аяқ қиясын. Кеттік. Так, достар, тапсырысты апарып бердік. Жігіт тасып отыр бәрі. Дворларда разворот жасай бересің да. Андай машинасы артқа до конца шығасың. Короче, сайна домостроительный жақтамыз. 3,5 мың теңге. Мамон Теморе. Сол, ары қарай көрейік. Бүгінгі күндерің сәтті өтсін. Мынау не деген жатқызып сақып. Кеттік. Тағы бір тапсырыс, достар. Грузовоймен. Солай де. Байқамай қалдым де. Қасына мяу деп өтіп кеткен кезде. Утренний әзілдер болсын. Сағат 9:30. Қағы кетіп баратсыңдар, бәрің ше, бүгін демалыс қой, жатпайсыңдар ма? Жұмыс істейік, жатсаңдар ше, деп ше. Сол, кеттік. Кішігірім жұмыс істеп стайық. Бүгін обедке дейін ғана жұмыс істейміз, өйткені фотосессияға бар көргенді. Так, братва. Заказ алып беретін жерде тұрмыз. Әбі жерде бір машина тұрған ғой. Соны бау ойын сындырып тастаған артқа. Әне тұр. Каталог қой. Арым бар дейді. Заказымызды алып шықтық, достар. Башкирский қымыз 20 коробка. Фураға апарып салып жүру керек екен. Чыңғыр деп келе жатырмыз ғой. Көріне ме сендерге? Так, достар, тапсырысты алып келдік, оптовканың артында. Алло? Алло. Досым, жаңа номер жіберген жоқсың ғой? Да, вот жеттің ба, брат, байқа? Иә, мен оптовканың арт жағында тұрмын. Тура водительдің сөйлесің ғой да? Ау? Тура водительдің сөйлесің. О, звондасам, я не в курсе, бір бәле дейді, номер берсеш? Сейчас раздельно. Давай. В общем, сондай болды. Қазір жерден түсіреміз, кетеміз. Болдық. Қазір соған түсіріп отыр. Оптовкада Ұржарға дейді. Сол. Ақшасын көреміз. Так, братва. Тапсырысты түсіріп алды. 20 коробка башкирский қымыз. 4.490 теңге шықты. Оған ішіне кірген заездің ақшасын қосам, сонымен 4.690 теңге болады. Все, let's go. Жаңағы жерден ұзаққа кетпей, достар, тағы бір тапсырыс келіп түсті. Оптовканың ішінен екен. Және базардың ішінде өзінің несі бар. Правиласы бар,
сторонника. Бірақ ол дұрыс бір шетінен. Екінші шетінен былай барсаң жақынырақ та. Көке, тезірек жүрсең сәл. Ема, ішіне кірамағасың ғой, короче. Райымбекке тоқтай сағасың да. Ат біткесің ғой. Ой, 20 минут дейді. Бұл доставканың заказы. Осыдан кейін доставканы ашып Көзі жақсы шығып отқан сияқты. Сол Алматы Құлпірет Жайнап. Сәл көктем болып бара жатса, қаланың ішінде қар жоқ, особенно емес, особо. Дұрыстап сөйлеп үйренші, бауырым. Болмаса жүр далаға шығып сөйлесіп сияқты. Өз-өзіңе ерегіспіз. Так. Көбісі сұрайды, Дамас жақсы ма, или Лабо ма дейді. Қазір ойлана келе, Лабо дұрыс па деп ойлап қоям бір ойым. Неге десеңдер, қазтерсен жауапсайын. Неге десеңдер, жаңағы кейде бір заказдар болады, именно Лабо сұрайтын ше. Андай Лабоның артын будкасын дәу қып жасап жүреді ғой көбісі. Сол негізі дұрыс емес па деп қоям бір ойым. По стандарту жасаса, әйтпесе көбісі мелкий кузовтың ақшасы мен средний кузовты заттарын салып жергісі келеді да. Көлемі үлкен бір заттарды мелкийдің бағасымен апарғысы келеді. Сол жағынан дұрыс емес деп ойлаймын. Кәм мелкий болса мелкий, средний болса средний қылып жіберу керек та. Бәрі андай өзінің пайдасын ойлап бүйтіп, қай жерден жеп қойсам екен деп. Кейде атмен өртседі, өткенде де айтып едім ғой, бір клиенттен ерегесіп шықпай қойғандар емес па. Ой, кеттік, негатив керек жоқ. Бізде тек қана позитив. Мынандай позитив та бізде. Деп қоясың ба жаңа? Так, достар, түсіретін жерге келіп тұрмыз. Звондап отырып. Алмайды дейсің ғой. Так. Достар. Қолдары бостар. Так, заказды бітірдік. 2600 теңге болды. Кеттік. Күн деген весна болып тұрғаны. Енді километр жетпейтіндер құлап атқан жай. Қой, кеттік ары қарай. Сағат 12. 3 заказ істедік. 10 мың ба? Сонда істедік қой. Қазір айтамын. Я? 10 мың. Так, достар, резко холодильникке көшіп кеткенші. Короче, бүгіндікке жаңағы соңғы заказбен болды. Сонымен үйге келдім. Фотосессияға бардым. Сосын кола ішіп тұрмын. Видео қарағандарыңызға рахмет. Каналға лайк басыңыздар. Видеоға жазылыңыздар. I love you бәріңді.